Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір адам келіп: «Я Расулулла, жақсы мәмілеге келуіме адамдардың ең құқылысы кім?» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Анаң» деді. «Одан кейінше?» «Одан кейінде анаң» деді. «Ал одан кейінше, я Расулулла?» «Одан кейінде анаң» деді. «Ал одан кейінше, я Расулулла?» Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Одан кейін әкеңе» деп айтты. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: «Алла тағала үшін ата-анаңа жақсылық жасаудан артық амал білмеймін» деген. Тағы бір хадисте: «Ата-анасына жақсылық істеуші қуанышқа бөленсін, Алла тағала оның ғұмырын ұзақ қылсын» деп дұға еткен.